Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте қызықты Неслиханның шын өмірдегі махаббат жайлы киноны баяндамақ боламын. Фильмнің бірінші бөлімі. Бұл бөлімде Неслихан өзінің балалық шақтағы көрші әрі бірге махаббатымен суретін көріп отыр. Тіпті ол жерде сені сүйемін дейді. Бұл жігіт Неслиханның жігіті, яғни көршісі. Және бұнда дәстүрлі аспапта ойнайды. Оны қасындағы осы қыз өте осы жігітке ғашық, Неслиханның жігітіне. Тіпті оның көзіне түсу үшін неше түрлі нәрселерді де жасайды. Тіпті кездесуге шақырады. Бірақ өзінің ғашығы Неслихан болғаннан кейін бас тартады. Әкесінен сұранып сыртқа шықпақ болған Неслиханға өзінің күнделікті араласып жүрген досы келеді. Ол досы өте көңілді, тіпті барлық жерде көңілді, Неслиханның да басқалардың да көңілін тауып жүреді. Бұл Неслиханның анасы емес, әпкесі Гүлтен. Неслиханның досы жаңадан келген жаңалықтарды көрсетіп, мына жігіт Америкадан келген, ең бай деп таныстырып жатады. Ал бұнда Неслиханның анасының ағасының қыздары. Бұл Филин деген қыз. Филин өте бай әрі сәнқой, тәкаппар, мінезі баршылық қыз. Алдағы уақытта Неслиханға біраз мінез көрсетеді. Неслихан бұның сіңлісі болып келеді. Және Неслиханның әкесі өте кедей болған, анасы бай болған. Бірақ әкесінің кедейлігі үшін ағасымен араласпай кетеді. Бұл Неслиханның анасының ағасы. Және бұл ең үлкен қыздары. Неслиханға барып амандасып олармен араласайық дейді. Ал мұнда көршісі Асылы, яғни Неслиханның жігітінің қарындасы, мамасы ұрып жатыр. Бірақ бұны әзірге білмейді. Ол Гүлтен қыздармен тамақ істеп отырған кезде хабар келеді. Тез жет дейді. Сондағы мәселесін алдағы уақытта айтатын боламын. Осы кезде Неслиханда досы да, тіпті Фахрия досының аты, солай жүгіріп келеді. Бірдеңе болып қалды ма деп шошып кеткен. Кәсіпкер отбасында таңғы ас болып жатыр. Бұл әлгі газеттегі жігіттің әке-шешесі Филиннің әкесімен серіктес. Филин бұнда келіп, Мәжит қайда, ол әлі ұйықтап жатыр ма дейді. Көршісі Асылдың әпкесі жылап жатыр. Қыздар не болғанын қайта сұрады. Мұнда анасы, ол қыздың бірдеңе білдіріп қойған. Ол жігітінен аяғы ауыр. Сен бұрын акушерге жұмыс жасадың ғой. Сен маған көмектес, оны біліп бер дейді. Гүлтен болса, жоқ, мен жасай алмаймын деп келіспейді. Ал мұнда Мәжит ұйқыдан тұрып алған. Филин барып, мен саған тосын сый жасап қойдым. Біз кешке көңіл көтереміз дейді. Мәжит өте тұйық, әрі өте қарапайым кәсіпкер болса да. Ал мұнда Асылыны қинап, ұрып-соғып, анасы оның шынымен де жүкті немесе жүкті емес екенін білгісі келіп жатыр. Бастапқыда Гүлтен қарсы болған, бірақ арасында келіседі. Мына кезде ағасы, Асылының ағасы Неслиханды іздеп үйіне келеді, бірақ таппайды. Телефон соқса да көтермейді. Оның өзінің үйінде екенін білмейді. Осы кезде досы келеді. Жұмыстан шығып кеттім дейді. Неге сен ол жұмыстан шығып кеттің? Жүр, мен сені апарамын жұмысқа қайтадан деп. Ал мұнда Гүлтен білді, қарады, шынымен де қыз жүкті екен. Осы кезде анасы ашуланып кетеді. Кіммен болдың, кіммен жаттың, сен мені өлтірдің ғой, қара бет еттің ғой дейді. Ал досының мына кафеде жұмыс жасайды екен, осы жерге келіп, енді ешқандай ұйықтап қалмайды, жұмыс істейді деп қуанып, досын қайтадан жұмысқа тұрғызады. Осы кезде Асылының анасы шыдамай қызын ұрып соғады. Сен мені өлтірдің, мен сені өлтіремін дейді. Осы кезде қашып кетіп бара жатқан кезде алдынан ағасы барлық айқайды естіп таңғалып қалады. Естиді шындықты. Кіммен болдың деп ағасы айқайлайды. Эмире деп айтады. Эмире деген су жұқпас казиноны басқарады екен. Жігітінің артынан шыққан Неслихан ізінен қуып бара жатыр. Тіпті Фахрия досы да тоқта дейді. Тоқта, бәрін білдіресің дейді. Осы кезде кафеде су жұқпас Эмирені келіп қылғындырып далаға алып шығады. Сен не істедің? Өз қолыңмен бүлдіргеніңді орнына қойып бер, мойның ал дейді. Осы жерде досы құтқарады, бірақ сонда да қоймайды. Осы кезде Неслихан көрші жігітпен ұрысып қалады. Сен адам емессің дейді. Ал мұнда қызу дайындық Филинде.
өзінің кешкі отырысын айтып мақтанып жатыр. Және әпкесіне де сен де кел, бірақ шорти киіп келме дейді. Жалғыз ұлының таяқ жегеніне шыдамай, бұны соншамақты істейтін ол кім? Олардың қызы арсыз, намыссыз, оның баласы сенен екенін қайдан білесің? Ол сенен басқа кіммен жатты, бір Құдай біледі деп ірткі салып жатыр. Ал мында қыздың шешесі күтіп отыр, бізге звондайды. Қашан құда болады екен, қашан құда түседі екен деп. Уайымы қызының абыройы ғой енді. Ал мында жігітті Неслиханға звондап жатыр, бірақ ашуланып қалды Неслихан, телефон көтермей, тіпті кәдімгідей мұңайып не істерін білмей отыр. Шыдамаған жігіті оның үйіне барды. Екеуі көрші ғой. Осы жерде барады. Сонда әпкесі кім келді деп еді, ешкім келген жоқ. Жалғасы бар.